ауыр күтімі күн деген ысып бітті ғой достар. Е-мае. Сағат қанша болды ше? Ой, бұл түс болды ғой сағат деген. Бүйтіп алып шыққанға. Қоя шкафтың. Кішкене жата тұршы, басты ауырып кетті ғой. Е-мае. Ай, бәді бас сені ауыр отыр. Қоя. Жата бермей. Күнде батып отыр ғой. Симай қалдық қой деймін. Мұны есікке де. Күн батып отыр. Түс болса қоямын еще. Балық аулап алшы. Балық қайда бар? Балық та жоқ. Достар, мен Ильяс айтпақ шақырды ғой. Новыйдан ауылға барамыз деді ғой. Сол ауылға барамын ғой. Сол ауылға жиналдым міне. Бүгінгі сол туралы видео түсіріп жүрейін деген бәріне сен айтпақшы. Мына Ильясқа хабар. Ильяс бағатын деді деп білем. Мен жүктерді апарып жатырмын міне. Мына менің үйім достар. Бұл үй деген неді бір жердің түбінде орналасқан деп қорқып кетпеңіздер. Бұл не ғой? Жалдап қойған ғой. Неді бір көшіп кетемін кейін бұл үйде тұрмай. Кейбір кезде тұрып тұрам, көшетін кезде де осы жерде тұрып тұрам. Табиғат күшті, мен уже күн батып жатыр достар. Қазір ұйықтау керек. Сол түн болайын деген кезде сағат қанша болған жейші? Сағат 20-дан 15 кетті достар. Қазір мен видео түсіріп жатырмын. 20-дан 15 кеткен кезде. Примерно бұл видеоны бір ертең салам болды. Мен давайте қазір ұйықтаймыз ба? Басты ауырып кетті ғой. Бір ұйықтап алу керек. Алкаш деп ойлағаныңыздар нормально. Иснай. Тәтті отырышке. Бас ауырып кетті ғой. Күн деген батып отыр қазір деген. Ертең ба Ильясқа жолға шығу керек. Бүгін осы жерде түней саламын. Миллионда достар, осы видео аяқталды. Қазір жатуым керек достар. Мені сау болыңыздар достар.